Сәлем қыздар, менің есімім Сандуғаш. Мен BIC компаниясының серіктесі боламын. Егер сіз BIC компаниясына менің структурама тіркелген болсаңыз, мен сізді шын жүректен құттықтаймын. Ендігі қадамыңыз, тіркелгеннен кейін сіздің телефоныңызға SMS жүзінде сообщение келді. Ол сообщениеде ваш логин, пароль, код подтверждения деген сандар келді. Енді сізге жеке личный кабинетіңізге кіріп, заказ жасау үшін активация жасау керек алдымен. Код подтвержденияны, яғни енгізу керек. Енді мен сізге бүгін ғана бізге тіркелген қыздың кабинеті арқылы көрсетейін, қалай код подтвержденияны енгізіп активация жасау керектігін. Интернетке кіресіз. Егерде алдымен енді бірінші тіркелгеннен кейін білмейсіз ғой сайттың қандай екен. BIC деп теріп тауып аласыз сайтты. BIC деп терсеңіз, бірінші сайт міне BIC деген, осы біздің официальный сайтымыз. Ең бірінші былай ашылады. Қайда кіресіз? Міне сол жақтан квадратик тұр. Осы квадратикке басасыз. Личный кабинет, вход, регистрация деген сөздерді көрсеңіз, входқа басамыз. Входқа басқан кезде номер дистрибьютора, яғни ол сіздің логиніңіз. Номер дистрибьютора деген логин. Логинді тереміз. Мен біздің қызымыздың логинін терем қазір, Индираның. Логины сонымен 204917. Бұл регистрационный номер. Паролін тереміз. Сізге пароль келді. Белгілі бір пароль келді. Оны кейін өзіңіз ыңғайластырып өзіңізге өзгертіп алсаңыз болады. Қазір мен паролін терейік. Войти. Міне біз кірдік. Енді код подтверждения. Көрдіңіз бе? Міне, мой профиль, код подтверждения подтвердить деп тұр. Код подтверждения деген жерге код подтвержденияны тересіз. Сізге келген үшінші сандар келді ғой, сол бір сообщенияның ішіндегі. Код подтвержденияны теріп отырмын. Так, 97, 26. Болды, түкте қиындығы жоқ. Индира Мінеки Бабаханова Рахимжановна код подтверждениясын тердінде подтвердитке баса саламыз. Мінеки болды. Сіз өз кабинетіңіздесіз. Қалай енді заказ жасау керектігін келесі видеода түсіндіремін. Назарларыңызға рахмет. BIC компаниясында үлкен, биік белестерге шығыңыз.